Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ұнсыз жасалатын манник пирогын жасаймыз. Бұл пирог ұнтақ жармадан немесе орысша айтқан кезде манная крупадан жасалады. Айранымызға ұнтақ жармасын салып, жақсылап араластырамыз да 30 минутқа немесе 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Сол аралықта ұнтақ жарма ісініп өзінің көлемін ұлғайтады. Белгіленген уақыт өткеннен кейін жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді осы араласқан қоспаның үстіне қопсытқышты қосамыз. Қажет болса, кішкене ванилинді қосып жіберсеңіздер болады. Дәмі өте дәмді болып шығады. Енді өзіміздің ерітілген майымызды құйып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей, енді осы қоспамызды бұқтырылған ұнтақ жармасының үстіне қосып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни біздің қоспамыз біркелкі араласып, қою қаймақ немесе орысша айтқан кезде сметана сияқты болып шығады. Енді пирогымызды пісіреміз. Ыдысымыздың астына мынандай пергаменттен қиып алып, осылайынан төсейміз. Жан-жағына жаңағы қалған майымызды жағып шығамыз. Енді қоспамызды осы ыдысқа құйып, алдын ала 180 градуста қыздырылған духовкаға салып 40-45 минут пісіреміз. Пирогымыздың піскенін былайынан тексеріп көреміз, ағашқа жабыспаса пісті деген сөз. Суыған пирогымызды аударып, пергаментті алып тастаймыз. Үстіне қаласаңыздар кез келген крем, немесе сгущенка, немесе варенье жақсаңыздар болады. Бірақ ештеңке жақпасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Маған балабақшадағы манниктің дәмін еске салады. Достар, менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.